Біз бүгін сіздермен дене мүшелері атауларымен танысатын боламыз. Орыс тілінде дене мүшелері көпше түрде части тела деп аталады. Часть деген яғни бөлік, тело деген дене, дене мүшелері. Жекеше түрде айтсақ, часть болады, часть тела. Енді біз бірінші басқа осы басымыздағы орналасқан, жоғары бөлікте, адамның жоғары бөлігінде орналасқан дене мүшелерімен танысатын боламыз. Ең бірінші ол әрине бас. Бас бізде голова. Біз айтамыз, басым ауырып тұр десек, бас ауруын головная боль дейміз. Енді бізде баста маңдай орналасқан, маңдай бізде лоб, маңдай. Мысалға біз көбіміздің маңдайы, кейбіреулердің жазық маңдай болады, оларға широкий лоб дейміз. Яғни жазық маңдай. Одан кейін бізде желке бар, желке тұсы дейді. Оны затылок дейді. Затылок деген желке. Висок бізде самай деп аталады, Одан кейін бізде шея. Шея ол мойын. Мен бұл сөздерді сіздерге рабочая тетрадьта бермедім. Себебі сөздерді сіз өздеріңіз жазу арқылы, яғни қаламмен дәптерге жазу арқылы сөздер тезірек жатталады. Сондықтан да өздеріңіздің арнайы сөздік дәптеріңізге менімен бірге мына сөздерді жазып отырыңыздар. Енді сөздердің ішінде кейбір әріптер үлкен әріппен берілген, Неліктен? Себебі бұларға ударение түседі. Сол әріпті біз созып айтамыз. Например, висок, о әрпін созып айтып тұрмыз, Одан кейінгі дене мүшесі ол бізде горло. Горло ол бізде тамақ, тамақ, горло. Одан кейін ухо. Ухо бізде құлақ. Көпше түрде уши дейміз, құлақтар. Бізде екі құлақ болғандықтан көбінесе біз уши деп қолданамыз, Одан кейін бізде щека. Ол бізде бет сүйегімізді, жағымызды айтады, ұртымызды айтады деп айтсақ болады, Көпше түрде щеки. Глаз көз, бір көз, ал глаза біздің екі көзіміз, Біз көпше түрде қолданамыз, себебі бізде олар екеу, Нос, мұрын, зуб, тіс, рот, ауыз, көпше түрде рты деп айтылады, Язык, тіл. Бұл біздің басымызда орналасқан дене мүшелеріміз, Одан бөлек біз білетін ресницы, кірпік, брови, қас, век, қабақ, яғни осындай дене мүшелері бізде бар, Келесі, енді бастан төмен қарай түскенде бізде иық, плечо, иық. Запястье бізде білек, рука, қол, руки, қолдар, локоть, шынтақ, локти, шынтақтар, палец, саусақ, грудь, кеуде, кеуде тұсы, төс деп айтамыз, сердце, жүрек, одан кейін живот, животик дейміз, ішіміз, одан кейін бедро, сан, бедра деп көпше түрде айтамыз, сандар, таз бізде жамбас, нога, аяқ, ноги деп айтамыз көпше түрде, колено, тізе, колени, тізелер, щиколотка ол бізде тобығымыз, аяқтың тобығы, икра, балтыр, пятка, табан, ступня ол бізде өкше. Енді адамның дене мүшелерінің сыртын бізде немен қаптайды? Кожа, терімен қапталады, тері. Кожные заболевания деп айтып жатады, тері аурулары. Немесе кожа ол бізде тері. Одан кейін бізде мышцы дейді, бұлшық еттеріміз, біздің бұлшық еттеріміз мышцы дейді. Одан кейін кость дегеніміз сүйек, сүйек. Например, тазовая кость дейді, жамбас сүйектері, Кость дегеніміз сүйек. Енді біз әдеттегідей қандай да бір тақырыпты өткенде сол тілдегі біз сол тақырыптағы фразалық етістіктермен танысатын боламыз. Олар бізде болеть, заболеть. Біз білеміз, бізде НСВ, яғни әлі аяқталмаған несовершенный вид глаголы, совершенный вид глаголы СВ бар,
болеть деген ауру, заболеть деген енді ауырып бастау деп айтсақ болады, иә. Егер сіз жұмысқа барғыңыз келмесе, иә, мысалы ауырып жатсаңыз, сіз айтасыз, иә, я болен дейсіз, мен ауырып қалдым, иә. Бұл бізде ер адамдар айтады. Ал женский родта, яғни әйел адамдар, я больна дейді, мен ауырып қалдым, иә. Немесе ол сөздерді айтсаңыз болады, я плохо себя чувствую. Яғни мен өзімді жаман сезініп тұрмын. Значит, ол ауырып тұрмын, иә. Немесе мне плохо деп айтсаңыз болады. Мен өзімді жаман сезініп тұрмын, мен жағдайым нашар деген мағынаны білдіреді, иә. Енді егер сіздер мысалға тұмауратқан кезде біз көбінесе қалтырап солай ауырамыз, иә. Мен тонып жатырмын, иә. Мысалы мен тонып жатырмын десеңіз, мне холодно деп айтамыз, мне холодно. Ал мен қалтырап тұрмын деп айтамыз, иә. Көбінесе меня знобит дейміз, яғни сізде егер температура болса, сіз қалтырайсыз, иә. Немесе сіз дірілдейсіз, иә, меня трясет дейсіз. Енді сізге ыстық болады, температура көтерілгенде, мне жарко дейсіз, немесе у меня жар, яғни көбінесе ауру кезінде біз родительный падежді қолданамыз. У меня, у кого деген. Енді менде дене қызуы бар, иә, у меня температура. У вас аурудың түрлерін айтқанда да дәл осы родительный падежбен қолданамыз. Например, у меня грипп, менде тұмау. Немесе у меня ангина, менде тамақ ауруы, иә. Немесе у меня простуда, суық тиіп қалатын ауру, иә. Суық тиіп қалғанда простуда деп айтамыз, иә. Немесе у меня воспаление легких, яғни өкпемнің қабынуы. Легкие ол бізде өкпе. Немесе у меня насморк, менің мұрным бітіп қалуы, иә. У меня ломит кости дейсіз, яғни менің сүйегім сырқырап тұр. Енді бізде осы мысалы тұмау барысында, иә, біз ауырғанда қандай ауырамыз? Жөтелеміз, иә, жөтелу кашлять. Түшкіреміз, иә, түшкіру чихать. Немесе әрең демаламыз, иә, трудно дышать. Немесе біз әрең жұтынамыз, иә, яғни тамағымыз ауырып қалып жұта алмаймыз, глотать, жұту. Енді бізде тамақтың жыбырлап, иә, тамағымыз ауырады, ол кезде біз оны першение в горле дейді, яғни тамақтың жыбырлауы. У меня першить в горле деп айтсаңыз, мен тамағым жыбырлап тұр дегенді білдіреді. Кейін насморк дейді, мұрынның бітелуі. Оны біз у меня заложен нос деп айтамыз, яғни мұрынның бітелуі, у меня заложен нос. Енді қандай да бір ауру бізді мазалаған кезде біз міндетті түрде дәрігерге жазыламыз, иә. Дәрігерге жазылу записываться или записаться на прием к врачу. Біз білеміз, иә, бірнеше рет қайталанып жазылып жатсақ, записываться, ал бір-ақ рет жазылсақ, записаться, иә, яғни СВ. На прием к врачу, например, я записалась на прием к врачу, да, мен дәрігердің қабылдауына жазылдым. Или я хочу записаться, да, мен жазылғым келеді. Егер біз дәрігерге бара алмайтындай халде болып үйге шақырғымыз келсе, вызывать немесе вызвать врача на дом. Яғни көп рет шақырсақ, біз каждый раз мы вызываем врача на дом десек, ол кезде біз НСВ-ны қолданамыз. Ал бір-ақ рет болса, иә, и совершенный действие болса, мы вызвали врача на дом. Біз бір-ақ рет шақырдық, иә, дәрігерді үйге шақыру. Я хочу вызвать врача на дом. Мен дәрігерді үйге шақырғым келіп тұр, иә. Енді дәрігерді үйге шақырмай сіздің жағдайыңыз өте қауіпті, яғни сіз скорая помощь, яғни жедел жәрдемді үйге шақырсаңыз, вызывать или вызвать скорую помощь. Мы хотим вызвать скорую помощь, например. Енді дәрігермен кездескен кезде дәрігер сізге сұрақ қояды, на что вы жалуетесь, яғни сіздің қай жеріңіз ауырып тұр деген мағынаны білдіреді. Неге шағымданасыз деген мағынада ғой. Қай жеріңізге шағымданасыз, иә. Жаловаться, пожаловаться на что? Бұл жерде винительный падеж, на предлогымен қолданады. На что? Например, я жалуюсь на боль в горле или же на головную боль, да. Немесе дәл осы кезде сіз айтсаңыз болады, у меня болит там голова, живот, или что у вас болит, рука, да. Көпше түрде айтсақ, болят руки, да. Или же у меня температура, меня знобит, мен қалтырап тұрмын, менде температура бар, менде ыстық бар деп, иә, айтсаңыз болады. Одан кейін дәрігер сізден сұрайды, сіз бұрын соңды дәрі қабылдадыңыз ба, немесе қазір қандай дәрі қабылдап жатырсыз, иә.
Вы принимали лекарство или вы принимаете лекарство? Лекарство это у нас дәрі, лекарство. Енді бұл жерде опять же біздің винительный падежбен жүреді. Қараңыз, принимать, принять что? Лекарства, таблетки, витамины, какие-то БАДы, да? Плюс от чего? Родительный падеж. Кого чего? Родительный падежде көбінесе біз от деген предлогты қолданамыз. От чего? От головной боли. От температуры. Көріп тұрсыз ғой, окончанияларды өттік қой біз родительный падеждің. Болады, а болса ыға айналады. Мягкий знак болса яға айналады. От кашля, от простуды. Осындай дәрілер, например, я принимала, да, мен қабылдап жүрдім, я принимала лекарство от кашля, да, например, айтсақ болады. Мен жөтелден, кашель жөтел, жөтелдің дәрісін қабылдап жүрдім. Немесе іштім, пить, выпить, например, бір рет ішсеңіз выпить, да, или уже ішіп болып қойған болсаңыз, ал қазір қабылдап жүрсеңіз, әлі де ішіп жүрсеңіз, онда питті қолданасыз, Тоже винительный падежбен родительный падеждің конструкциясы қолданылады. Я пила лекарство от боли в животе, да, осылай айтсаңыз болады. Енді дәрігер сізге дәрі жазып береді, яғни сізге дәріні назначить ету, яғни сізге дәріні жазып беру, қандай дәрі ішетініңізді айтып беру. Ол кезде біз кому деген, кімге деген сұрақты қолданамыз, ол бізде дательный падеж, онымен әлі танысатын боламыз. Енді что винительный падеж, от чего бізде родительный падеж, осы конструкцияны қолданамыз. Мысалы, врач назначил кому? Мне лекарство от кашля. Маған жөтелдің дәрісін жазып берді, назначил. Немесе рецепт жазып береді, врач бізге кейбір дәрілер бізде аптекада рецептсіз берілмейді, Ол кезде рецепті көбінесе выписывать, яғни жазу, выписать деп қолданамыз. Например, врач выписал мне рецепт на дорогое лекарство. Маған қымбат дәріге врач рецепт жазып берді. Одан кейін біздің жағдайымыз тым нашар болса, бізді врач қарайды, осмотреть. Кімді қарайды? Бізді қарайды, винительный падеж. Врач осматривает кого? Пациента. Немесе врач бізге айтады, мне нужно вас осмотреть, мен сізді қарауым керек, Одан кейін бізде уже адам жазылған кезде выздоравливать және выздороветь глаголдарын қолданамыз. Пациент выздоровел, яғни пациент жазылды. Бір рет, нәтиже бар бізде. Поправляться, поправиться. Яғни пациент скоро поправится. Бізде пациент бізде жазылады, Пациент деген ол бізде емделуші, ем қабылдаушы адам, науқас адам. Немесе біз айтамыз, выздоравливайте дейміз, яғни тез жазылып кетіңіз, поправляйся, жазылып кет дейміз, немесе скорейшего выздоровления деп сондай тілектер тілейміз. Енді қазір сіздермен біз бір диалогты оқып көреміз, сол жердегі жаңа сөздермен танысатын боламыз, және осындай диалогтар сіздің өміріңізде де болуы мүмкін. Сондықтан қалай жауап беру керек, сол жағына баса назар аударасыздар. Бұл жерде дәрігер мен пациенттің арасындағы диалог. Біз көбінесе дәрігерге кірердің алдында міндетті түрде есікті қағамыз. Сосын сізге войдите дейді, яғни кіріңіз деген мағынаны білдіреді. Міндетті түрде біз амандасамыз, сәлеметсіз бе, здравствуйте, садитесь, на что жалуетесь, қандай шағымыңыз бар, У меня болит горло, менің тамағым ауырып тұр. Мне больно глотать и в горле першит дейді. Маған жұтыну өте қиын, және мен тамағым жыбырлап тұр дейді. Еще у меня заложен нос и трудно дышать дейді. Және менің мұрным бітеліп, маған демалу өте қиын дейді. Температура есть? Нет, у меня 36,8. Яғни менің температурам жоқ, 36,8 дейді. Давно мерили? Қашан өлшедіңіз, Сегодня утром, бүгін таңертең. Как давно вы почувствовали себя плохо? Қашаннан бері сіз өзіңізді әлсіз, яғни жаман сезініп жүрсіз, нашар сезініп жүрсіз? 2 дня назад, 2 күн бұрын. Температуры не было? Нет. Принимаете какие-нибудь лекарства? Көпше түрде тұр, Қандай да бір дәрілерді қабылдап жүрсіз ба? Нет, только витамины. Жоқ, тек витаминді ғана ішемін дейді. Раздевайтесь, я вас осмотрю. Шешініңіз, мен сізді қараймын дейді. У вас ангина.
Не ешьте холодные, пейте большего горячего, 3-4 раза в день полоскайте горло дейді. Суық тамақтарды ішпеңіз, көбінесе горячий жылы сусындарды ішіңіз дейді. 3-4 рет тамағыңызды шайыңыз дейді. Полоскать горло деген тамақты шаю. А чем полоскать? Немен тамақты шаю керек дейді, иә? Я вам сейчас напишу дейді, мен сізге қазір айтамын дейді. Что мне делать дейді? Маған не істеу керек дейді. В аптеке купите капли или спрей на зевин дейді. Используйте 2-3 раза в день дейді. Через 5 дней приходите снова. Бұл видеоға біз ең бізге қажет дене мүшелерімен таныстық. Басқа да дене мүшелерінің списогын, тізімін біз осы видеоның астында жүктеп қоятын боламыз. Сіздерге барлығы пайдалы болды деген үміттемін. Келесі сабақта кездескенше.